Домбыра. Қазақтың қазақ екенін дәлелдейтін ұлттық аспап. Ақын Қадыр Мырза Әлидің «Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» деген өлең жолдары домбыраның қазақтың ұлттық символы екенін паш еткендей. Ежелден қазақ тарихымен біте қайнасқан домбыра ұлы қазақ даласы мәдениетінің айрықша белгісі. Домбыра сонау тарих қойнауындағы қазақ болып қалыптасқалы бері қолөнердің көзіне, даналардың дара жолына куә болып, сал серілердің қолында, сазгердің сазында дамып келе жатқан дүние. Павлодар облысынан шыққан қазақ халқының әйгілі әнші сазгерлері домбырамен қазақтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, өз заманының арман аңсарын әнмен бедерлей білген ақындардың бірі Жаяу Мұса Байжанұлы 1835 жылы Киелі Баянауыл ауданы Жасыбай көлінің жағасындағы Ақшоқы алқабында дүниеге келген. Естай Беркінбайұлы 1874 жылы Павлодар облысы Екібастұз ауданының Ақкөл ауылында туған. Ол қазақтың көрнекті әншісі, ақын сазгері, КСР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Адамшылық, азаматтық қимылды өлеңнен, әннен бастаған еңбекші халықтың қамын жеуде, әнімен алдында тұрған қиыншылықтарымен күрескен Естай соңғы рет, соңғы демінде, соңғы лебізінде поэзияға, музыкаға арнаған. Иса Байзақов 1900 жылы Павлодар облысы Ертіс ауданы Үлгілі ауылында туған. Жастайынан суырып салма ақындық, әншілік, домбырашылық өнермен көзге түседі. Иса Байзақов қазақ фольклоры негізінде қалыптасқан бір қатар эпикалық шығармалардың авторы. Құралай сұлу, Қырмызы жанай, Кавказ, Ақбөпе. Өз туындыларында ол гуманизм, ізгілік және әділеттілік идеяларын жырлаған. Иса желпініп, үзілмей соққан сардаланың желі сияқты, солдағадай кең, мол ақындықтың иесі деп Мұхтар Әуезов ағамыз айтып кеткен. Қазіргі заманның танымал айтыскер ақындары Қуаныш Шорманов пен алтын домбыра иегері Аспанбек Шұғатаевтың есімдерін де атап өткен жөн. Олар қазіргі таңда халықтың мұң-мұқтажын айтып, ел арқасын қоздырып, кеңітіп жүрген ардақты ақындардың бірі. Біз Павлодар облысының полиция департаменті Ұлы Дала баласы атты челленджді жалғастыруда Қарағанды облысының полиция департаментіне табыстаймыз.